Сәлем достар, сонымен ойымызды жасауды бастайық. Мен Айдаһар деген папканы аштым. И осы папканың ішіне қажет файлдарды, ресурстарды, суреттерді, музыка, дыбыстардың бәрін осы жерге салдық. Давайте, енді Python файл құрайық. Файлдың атын айдаһар.py дейік. Репозиторий құрып алайын. Программамызды импорттаудан бастаймыз. PyDem'ді импорттаймыз. Біз енді суреттерді жүктейік. Ең бірінші сурет бұл бізде фондағы сурет. Бұл мынау background деген сурет міне. Background деген сурет. Және бұны біз не істеуге болады? Бірден экранға шығаруға болады. Былай істейік, мына жерге display surface'ке не істейміз? Bleed жасаймыз. Background'ты және оның координатасын 0,0. Себебі бұл суреттің разрешениесін тексеріп көрейік. Көлемі қандай екен? 1920-дан 1080, яғни асып тұр. Біздікі 1200-де 800 болып тұр. Сондықтан осы 0,0 десек жеткілікті. Енді экранды тағы тексеріп көрейік. Яғни біздің экранымыз осындай болды. Бізге енді қажет сурет бұл score background. Яғни мына сурет қажет. Енді бұл жерге бізге жоғары жақта орналасу керек. Сол үшін бұл surface объектісінің координатасы қажет болады. Сондықтан біз бұл не істейміз? Rect объектісін алуымыз қажет.
Так, 10-да 10 қылып орналастырсақ. Так, тексеріп көреміз. Әрине брит жасаған жоқпыз қазір. Так, background сызып болғаннан кейін оның үстіне сызамыз. Так, 10-да 10 пиксель. Яғни 10, мұнияғы 10. Так, осы жеткілікті деп ойлаймын. 10 пиксель болды. Так, енді мына жаққа да сызуымыз керек. Окей. Келесі сурет, онда бізде live background. Так, Y-ға точно 10 пиксель болады. Ал енді X-ін қараңыздар. Бізде Windows Hate деген бар. 1200-ге тең. Осыдан азайтуымыз керек. 10 қанша азайтамыз? Ал мен көлемін көріп алайық. Scope background қанша екен? «150 пиксель екен. Онда былай істейік. Live background direct width плюс где-то 10 пиксель болсын. Окей, онда тексеріп көрейік. Қазір тексеріп көреміз, одан кейін бәрі дұрыс болса, онда түсіндірем. Мына жерде 10 пиксель, 10 пиксель, мына жақта да 10 пиксель, 10 пиксель. Яғни біз қалай істедік? Біз мына window width-дан бізде 1200 пиксель бар. Азайттық мына фонның ұзындығы плюс мына 10 пиксель. Сонда бізде мынаның биіктігі 10 пиксель болып тұр, и мына жердің адресін біз солай таптық. Яғни window width 1200-ден азайттық мынаның ұзындығын 150 меді плюс 10. Сонда осы жер шықты. Яғни window width азайту, live background rect. Бұл жерде біздер pygame rect объектісі. Бұның атрибуттары бар. X, Y, width, height, top left, top right, center деген секілді. Соны пайдаландық. Жақсы. Енді бізге қандай сурет керек? Енді бізге давайте просто сызбасын сызайық. То есть біздің программамызда мына жерге бір сызық сызып шығайық. Яғни бұл негізгі экраннан бөлек екенін көрсетіп тұру үшін. Бұны Pygame Draw модул арқылы сызатын боламыз. Биіктігін алар 58 пиксель болды, 68 где-то 80 пиксель десек жеткілікті деп ойлаймын. Себебі мына жерде 10 пиксель бар. Мынау 58, 68, тағы да 10 пиксель, 78, 80 қалдырамыз. Так, оның биіктігін біз әр жерде пайдаланатын боламыз. Сол себепті давайте бір айнымалы құрайық. Бұл айнымалын былай беріп қойайық. Header height dislike. Где-то 80 пиксель. И мына жерде біз сурет сызамыз. Pygame draw line. Қайда сызамыз? Display surface-ке. Түсін қандай қыламыз? Ақ қыламыз, Давайте түстерді беріп алайық. Тоже мына жаққа түстерді беріп алсақ болады. White бізде қандай? 255, 255, 255. Так, black бізде 0, 0, 0. Так,
қызыл цвет керек болады бізге. 255 0 0. Бізге жасыл түс керек болады. 0 255 0. Dark green деген керек болуы мүмкін. Давайте 10 50 10 қылайын. Әзірге осы қажет болып жатса тағы сызамыз. Так, енді мына жерге ақ түсті сызамыз. Бізге white. Координатасы керек, қай жерден қай жерге дейін сызу керек. Және қалыңдығы қанша болу керек. Давайте қалыңдығын әзірге 5 деп көрейік. Тексеріп көреміз одан кейін. Так, қай жерден бастаймыз? Ені 0-ден басталу керек. Және биіктігі header height болу керек. Мына жерде ені Windows width болу керек, аяғына шейін барады. Және биіктігі header height. Так, тексеріп көреміз. Вроде дұрыс сияқты. Окей. Так, енді бізге айдаһардың суретін салуымыз керек. Яғни айдаһар бізде мынандай сурет PNG форматында. Так, Dragon Rect'ті біз давайте центр бойынша ориентация жасайық. Центрін енің қазір көрсетеміз. Window Height'ті ортасына орналастырамыз. Так, мына жерге где-то 50 пиксель болады деп ойлаймын. Давайте тексеріп көрейік. Так, линиясыз болғаннан кейін енді не істейміз? Display surface, bleed. Так, Dragon image, Dragon rect. Біз әлі трансформ жасаған жоқпыз. Мына жерде тұр. Енді біздің айдаһарымыздың басын, аузын оңға қарап қаратуымыз керек. Яғни трансформация жасау керек. Жақсы, өзгертіп көрейік. Так, 50 пиксель дұрыс деп ойлаймын. Так, Dragon Image'ді жүктегеннен кейін оны қайтадан істейміз, өзгертеміз. Ол үшін Pygame'де Transform деген модель бар. Rotate бұрамыз. Dragon Image'ді қанша градусқа бұрамыз? Сағат тілімен қарсы бағытта 90 градусқа, 90 градусқа бұрдық. 50 пиксель центр 50 пиксель болып тұр. 100 пиксель тым көп болып кетуі мүмкін. Давайте 80 пиксель қылайық. Окей, 80 пиксель қылдық. Жақсы, азда бір аралық бар мына жерде. Енді құсты салайық мына жерге. Мына жерге. Әзір ешқандай қимылдамайды. Ортада тұр. Так, енді құсымыз бізде bird деген бар. Так, бұл құсымызды bird image PNG формат болды. Так, бұл жерде қараңыздар. Windows width. Мына жерде бір аралық қосу керекпін. Қазір бір минут қараңыздар. Яғни бізде мысалы құс қайда пайда болу керек? Мынау экранның сыртында пайда болу керек.
потом ол қозғалады солға қарап. Яғни егер мына жерде пайда болып жатса сәл білініп қалуы мүмкін. Сол үшін біз экраннан тыс жерде пайда болатын қыламыз. Биіктігі рандомный болады, кездейсоқ жерден пайда болу керек. Ал ені window width плюс тағы бір кішкентай бір аралық енгізу керек. Оған мен бір айнымалы құрайын мына жерде. Бұны мен buffer distance дейін. Мен бас әріппен жазайын, себебі бұлар константалар, өзгермейді. 100 пиксель қылайын. Және мына жерде не істеймін? Random деген модулды импорттаймын. Window width плюс distance buffer болу керек. То есть buffer distance. Бұл x координатасы, енді y-гі енді қараңыздар. Random болу керек. Random. Rand int дегенді пайдаланамын. Енді қай жерден пайда болу керек? Rand int қараңыздар. Ойын экраннан шығып кетпеу керек. Бізде header height деген бар. Осыдан төмен болу керек. Және window height-тен асып кетпеу керек. Қазір тексеріп көрейік мұны. Яғни мына мен осының аралығында болу керек. Window height, ең үлкені window height болу керек, ең кішісі header height болу керек. Бірақ қараңыздар, біз қазір центрді беріп жатырмыз, центр. Центрді бергендіктен, құстың да өзінің размері бар. Құстың да бірнеше пикселі бар. Или біз оны топ left арқылы ориентация жасауымыз керек. 48 пиксель екен. Яғни біз ортасынан алатын болсақ, кемінде 24 пиксельді біз не істеуіміз керекпіз? Оны есепке алу керекпіз. Сондықтан header height плюс кемінде 25 пиксель болу керек. Window height кемінде 25 пиксель аз болу керек. Сонда бір аралық қалады. Давайте bird image салып көрейік. Display surface bleed. Bird image. Және bird image rect. Енді қазір экранға ол шықпайды. Экранға шығарып көрсету үшін давайте әзір уақытша мынаны минус қыла тұрайық. Көріп алайық. Біздің құсымыз мынау тұр. Демек плюс болып тұра берсін. Демек енді құсымызда салдық. Score background бар. Енді бізге текстер жазуымыз керек. Яғни бізде қараңыздар программада мына текстер сызу керек. Мына жерде опайы тұру керек. Және мына жерде жаны тұру керек. Ал мына жерде ойының аты тұру керек ортада. Давайте текстер сыза бастайық. Бұл жерде енді string бір айнымалы құру керек мына жерде. Давайте айнымалыны құрайық. Бізде айнымалыны давайте player score деп сақтайық. Оның алғашқы мәнін давайте оған отдельно бір константа құрамыз, себебі ойынды қайта бастаған кезде очконы қайтадан құру үшін. Әрине 0 деп бере салуға болады. Player starting score 0 бола қойсын. Мына жерге не істейміз? Player starting score. Осылай істеген дұрысырақ. Мына жерге сонда біз не істейміз? String айналдырамыз, санды. Текст болды. Енді бізде anti-aliasing текст дейміз, true. Түсін қандай қыламыз? Түсін red қылайық. Red.
фоны тұра берсін. Так, бұның енді орналасқан жері sco text rect қайда орналастырамыз? Sco text'тен get rect аламыз, рамасын, және енді оны теңестіреміз. Бұның top left'ін бізде 10-да 10 тұғым, естеріңізде болса. 10 пиксельді 10 пиксель тұғым. Енді давайте 20-да 20 қылайық. Просто 20-да 20 көрейік. Әрине мен қазір bleed жасайын. Display surface bleed. Давай текстті бөлек қылайын. Bleed score text. Так, опай 0 болды. Мынаның өзі 10 пиксельде 10 пиксель болып тұр. Тағы да 10 пиксель және 10 пиксель түсірсек, осы болады. Енді мынаны да солай істеуіміз керекпіз. 10 пиксель, 10 пиксель, тағы да 10 пиксель түсіреміз. Давайте. Так, екінші текст бізде айдаһардың аты, Бұны қай жерге орналастырамыз? Бұны ортада орналастырамыз. Яғни центрі бұл жерде window width ортасы болсын. Және 10 пиксель тұғым, Бізде фонымыз 10 пиксель плюс 10 пиксель, 20 пиксель дейік. 20 пиксель. Так, осыны тексеріп көрейік. Жоқ. Window height емес, header height ортасын орналастырайық. Бөлінген 2. Қазір тексеріп көреміз. Мына айдаһарда тамақтандыру. Сәл төмен түсіп тұрды. Нормально. Бізде header height 80 болса, ортасы бізде 40 болып тұр. Енді мынаған текст жазуымыз керек. Так, бізде енді live текст, енді жаны. Плюс бұл жерде не болу керек? Очконы string айналдыру керекпіз. Так, айнымалы құрып алайық. Бұл жерде не істейміз? Player live жаны. Так, по умолчанию ол 5 кетен, Давайте бұнда да белгілі бір константа құрып алайық. Player starting live. 5 кетен. Себебі осылай құрып алу арқылы біз ойынды қайтадан бастаған кезде, яғни ойын аяқталып, одан кейін қайтадан бастау керек болған кезде, біз не істейміз? Осы константаларды бере саламыз. Себебі player live'тың өзінің мәні өзгеріп кетеді. Ойын барысында бұл player live та player score да өзгеріп кетеді. Сондықтан біз ойынды қайтадан бастаған кезде бастапқы мәніне тең болу үшін осындай отдельный бөлек константаны пайдаланып жатырмыз. Так, player live. Енді бұны тоже top left бойынша орналастырайық. Тура мынау секілді top left, яғни ең төменгі және сол жақтағы нүктесі бойынша. Бізде биіктік 20 пиксель. Ол анық. Ал ені енді 20 пиксельде бере алмаймыз, Ол бізде мынау ғымыны. Бұл емес. Тура
тура осы секілді істеу керек. Window width плюс 20 қылу керек. Давайте осы көшіріп ала салайын. Осылай істеп көрсек, қалай болатынын тексеріп көрейік. Window width минус live background плюс 20. 20 пиксель. Live text көрейік қосып. Асып кетті, е? 20 емес, 10 қыла берген дұрыс екен. Он пиксель бола берсін. Тіпті 10 аптысы қалай болады екен? Енді жақсы болды. Енді дұрыс болған сияқты. Окей, осылай тұра берсін. Вроде тексттің барлығын біткен сияқтымыз. Енді бізге музыкалар керек болады. Енді саунд пен музыка керек болады. Main loop'тың алдында мен ойын музыканы қосып қояйын. Шексіз ойналсын, және 0 секунд 0-тен бастасын. Қосып көрейік. Негізгі дайындығымыз аяқталды. Енді біз құстарды, айдаһарды қимылдатуымыз керек. Давайте оны сабағымыз келесі бөлігінде жасайтын болайық. Қазір осымен аяқтайық.